Жазғы күндердің бірінде бір топ бала далаға доп ойнауға шығады. Футбол алаңының жанында бұрыннан қалған ескі құдық болыпты. Балалардың бірі ойынға қызып кетіп, допты қатты теуіп, дәл сол ескі құдықтың ішіне түсіп кетеді. Ойын қызуы тоқтап қалды. Асқат есімді бала құдықтың қасына келіп ішіне үңіліп қарады. Іші қап-қараңғы, еш нәрсе көрінбейді. Балалар допты алу мақсатында арқан әкеліп жақын жерде тұрған ағашқа байлап екінші жағын құдықтың ішіне тастайды. Балалардың арасында допты түсірген Асқат болғандықтан өзі арқанды ұстап ішіне түседі. Балалардың ойы бойынша қорқатын ештеңе жоқ, өйткені ішіндегі суы тартылып қалған. Асқат түбіне жетіп арқанды тартқан кезде Дәурен есімді бала допты таптың ба деп айқайлады. «Я таптым, мені жоғарға көтеріңдер!» деп жауап берді. Балалар барлығы бірігіп жіпті тарта бастады, бірақ Асқат қозғалған да жоқ. Балалар тарта алмағандықтан Асқатқа «Не үшін қатты ауыр болып кеткенсің?» деп айқайлады, бірақ оған ешкім жауап бермеді. Сол жерден көрші Айман өтіп бара жатып, әлгі балалардың құдықтан бірдеңе шығара алмай жатырғанын көреді. Дәурен ештеңе істей алмаған соң ауылдың үлкендерін шақыруға кетіп бара жатыр еді. Кенет құдықтан «Дәурен, сен де астына түс, мына жерде қызық болып жатыр» деген дауыс шықты. Ол Асқаттың даусына мүлдем ұқсамады. Осы кезде Айман есімді қыз Дәуреннің құдыққа түсейін деп жатқанын көріп, оны тоқтатқысы келді. Бірақ ол Айманды мүлдем тыңдамады және арқанды ұстап астына түсіп кетеді. Біраз уақыттан соң Дәурен де жауап бермей қойды. Балалар не болып жатқанын түсінбей құдықтың алдында жиналып тұрды. Бір кезде «Неге тұрсыңдар? Тез астына түсіңдер, доп менде!» деген өте сұмдық дауыс шықты. Оны естіген балалар тұрған жерлерінен дереу түрде қашып кетті. Балалар Асқаттың үйіне жүгіріп келіп, әкесіне болған жағдайдың бәрін айтып береді. Әкесі ойланбастан ауыл тұрғындарын жинап, тез арада құдықтың қасына келеді. Келсе үзіліп жатырған арқаннан басқа ештеңе де көрінбейді. Асқаттың әкесі тез арада арқанды алып ішіне түседі, бірақ доптан басқа ештеңе де таппайды. Біраз уақыттан соң оқиға орнына полициялар да келеді және бәрін тексереді. Тексеріс кезінде екі бала да құдықтың ішінен табылған жоқ. Содан бері ол құдықтың қасына ешкім де жақындай алмады.